2025 жылды шығарып салып, жаңа 2026 жылды күтудеміз. Әдеттегідей жаңа жылдан жақсылық күтеміз. Үміттенеміз, жоспар құрамыз. 2026 жыл шығыс күнтізбесі бойынша жылқы жылы саналады. Жылқы еркіндіктің, жылдамдықтың, табандылықтың және адал еңбектің символы. Бұл жыл белсенді әрекетке, батыл шешімдерге және алға ұмтылуға жетелейді. Жылқы жылы адамдарды жалқаулықтан арылтып, қозғалыс пен даму жолына шақырады. Әр белгі бұл энергияны өзінше қабылдап, өмірінің түрлі саласында сезінеді. Сонымен жаңа жыл қай жұлдыз белгілерін қандай жаңалығымен қуантпақ. Әрине жұлдыз жорамалға сену-сенбеу әркімнің өз еркіндегі шаруа. Дегенмен нумерологтардың болжамына сүйеніп, шолу жасап көрдік. Аталмыш жұлдыз жорамал білімділер порталынан алынды. Тоқты. Жылқы жылының қуатты энергиясымен 2026 жыл тоқты белгісі үшін жаңа жылдыққа, батыл қадамдарға және жеке дамуға толы болады. Бұл жылы сіздің бойыңыздағы көшбасшылық қасиеттер айқын көрініс табады. Алдыңызға қойған мақсаттарыңызға жету үшін бұрынғыдан да сенімді, әрі табанды боласыз. Жылдың алғашқы айларында мансап пен білім саласында маңызды мүмкіндіктер ашылады. Егер жаңа жоба бастау немесе қызмет ауыстыру ойыңызда болса, бұл дәл уақыт. Қаржылық тұрғыда жыл тұрақты болады, алайда артық шығыннан сақ болған жөн. Инвестиция немесе ірі сатып алуды мұқият ойластырған жөн. Көктем айларында табыс көзін арттыруға байланысты ұсыныстар түсуі мүмкін. 2026 жыл өзіңізге сеніп жаңа белестерді бағындыратын жыл. Торпақ. Жылқы жылының сабырлы, бірақ табанды мінезімен 2026 жыл торпақ белгісі үшін тұрақтылық пен берекенің жылы болмақ. Бұл кезеңде сіз өміріңізді жүйелеуге, жоспар құруға және ұзақ мерзімді мақсаттарға басымдық бересіз. Қаржылық жағдайыңыз біртіндеп жақсарады. Жыл ортасында табысты келісімшарттар немесе қосымша кіріс көздері пайда болуы мүмкін. Дегенмен тәуекелге барудан гөрі сенімді жолды таңдағаныңыз дұрыс. Махаббат саласында жылы әрі жайлы атмосфера орнайды. Отбасылы торпақтар үшін 2026 жыл қарым-қатынасты нығайтуға қолайлы кезең, ал бойдақ жандар үшін шынайы сезімге негізделген қарым-қатынас басталуы ықтимал. 2026 жыл торпақтар үшін сенімді, сабырлы әрі жемісті жыл болмақ. Егіздер. Жылқы жылының қозғалысқа толы сипаттамасының әсерімен 2026 жыл егіздер үшін қарым-қатынас пен шығармашылықтың жылы болады. Бұл жылы сіздің ойыңыз сергек, идеяларыңыз мол болады. Кей егіздер үшін қызмет ауыстыру мен жаңа бағытты таңдаумен байланысты болуы мүмкін. Ақпарат, білім, медиа және коммуникация саласында жүргендер үшін жыл өте сәтті өтеді. Қаржы мәселесінде тұрақтылық сақталады. 2026 жыл егіздерге өзін жан-жақты дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Шаян. Жылқы жылының ішінде еркіндікке ұмтылдыратын әсерімен 2026 жыл шаяндар үшін ішкі өзгерістер мен рухани өсу кезеңі болмақ. Бұл жылы сіз өз сезімдеріңізге, отбасы мен жақындарыңызға ерекше көңіл бөлінесіз. Мансапта баяу, бірақ сенімді ілгерілеу байқалады. Қаржы мәселесінде үнемшілдік танытсаңыз, жыл табысты болады. 2026 жыл сізге жан тыныштығын табуға және өміріңізді жаңа деңгейге көтеруге көмектеседі. Арыстан. Жылқы жылының жарқын әлі батыл энергиясымен 2026 жыл арыстандар үшін жарқын жетістіктер мен мойындалу жылы болмақ. Бұл кезеңде сіздің харизмаңыз бен өзіңізге деген сеніміңіз артып, айналаңыздағы адамдарды ерте аласыз. Мансапта үлкен мүмкіндіктер ашылады. Отбасылы жандар үшін өзара сыйластық пен қолдау маңызды рөл атқарады. 2026 жыл арыстандар үшін өзін толық көрсетуге мүмкіндік беретін жыл. Бикеш. Жылқы жылының еңбекқорлық пен тәртіпке шақыратын қасиеттерімен 2026 жыл бикештер үшін тәртіп, жауапкершілік және өзін жетілдіру жылы болады. Жұмыс саласында тұрақтылық сақталады. Кейбір бикештер үшін кәсіби білімін арттыру немесе жаңа дағды үйрену маңызды болады. Қаржылық жағдай бір қалыпты, бірақ жоспарлы әрекет табыс әкеледі. 2026 жыл бикештерге сабыр мен алға жылжуға үйретеді. Таразы. Жылқы жылының тепе-теңдігін қозғалыста қатар талап ететін сипат арқылы 2026 жыл таразылар үшін тепе-теңдік, келісім, маңызды шешімдер жылы болмақ. Айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынас ерекше мәнге ие болады. Мансапта бірлескен жобалар, серіктестік пен келісімшарттар сәтті жүзеге асады. Әсіресе құқық, білім, өнер және қызмет көрсету саласында жүрген таразылар үшін жыл жемісті болмақ. 2026 жыл таразыларға үйлесім мен тұрақтылық сыйлайды.
Саршаян жылқы жылының өзгеріске жетелейтін қуаты мен 2026 жыл саршаяндар үшін түбегейлі өзгерістер мен жаңару жылы болады. Бұл кезеңде сіз өткенді артқа тастап, жаңа өмірлік бағытты таңдауға дайын боласыз. Ішкі күшіңіз артып, кез келген қиындықты жеңуге қабілетті екеніңізді сезінесіз. Мансапта маңызды бетбұрыс болуы мүмкін. Кейбір саршаяндар қызмет ауыстырып, өз қабілетін жаңа салада сынап көреді. Қаржылық тұрғыда табыс бар, бірақ тәуекелге бармас бұрын бәрін мұқият саралаған жөн. 2026 жыл саршаяндарға өзін қайта танып, рухани тұрғыда өсуге мүмкіндік береді. Мерген жылқы жылының еркіндік пен жолға шығуды қолдайтын энергиясымен 2026 жыл мергендер үшін еркіндік, саяхат және жаңа білім жылы болмақ. Бұл кезеңде сіздің көкжиегіңіз кеңейіп, өмірге деген көзқарасыңыз өзгереді. Мансапта оқу, шетелмен байланыс, шығармашылық және кәсіпкерлік салаларында үлкен жетістіктер күтіледі. 2026 жыл мергендерге жаңа белестерді бағындыруға жол ашады. Тауешкі жылқы жылының адал еңбек пен төзімділікті бағалайтын мінезімен 2026 жыл тауешкілер үшін еңбек, жауапкершілікті және табандылық жылы болады. Мансапта айтарлықтай өсу байқалады. Тауешкілер үшін жауапкершілік пен бірлік артады. Бойдақ жандар үшін байыпты ұзақ мерзімді қарым-қатынас басталуы мүмкін. 2026 жыл тауешкілерге еңбектің өтеуін көрсететін жыл болмақ. Су құйғыш жылқы жылының еркін ой мен шекарасыз идеяларды қолдайтын рухымен 2026 жыл су құйғыштар үшін жаңашылдық пен еркін ойлау жылы болады. Бұл кезеңде сіз қалыптан тыс идеялар ұсынып, айналаңызға өзгеше көзқарасыңызбен әсер ете аласыз. Мансапта шығармашылық пен технологияға байланысты салаларда табыс күтіледі. Қаржылық тұрғыдан тосын мүмкіндіктер пайда болуы мүмкін. Бірақ жоспарлы әрекет ету маңызды. 2026 жыл су құйғыштарға өзін еркін көрсетуге мүмкіндік сыйлайды. Балықтар жылқы жылының ішкі сезімді қозғалысқа айналдыратын ықпалымен 2026 жыл балықтар үшін сезім, интуиция және рухани өсу жылы болмақ. Бұл кезеңде сіз ішкі даусыңызды анық естіп, маңызды шешімдерді жүрек қалауымен қабылдайсыз. Мансапта шығармашылық, өнер, медицина және көмек көрсету салаларында табыс күтіледі. Қаржылық жағдай тұрақты, бірақ артық сенгіштіктен сақ болыңыз. 2026 жыл балықтарға жан тыныштығын табуға көмектеседі, әрі қаржылық мол табысқа кенелуге мүмкіндік туады. Сонымен 2026 жыл барлық жұлдыз белгілері үшін табысты болатын сыңайлы. Бұл тек өзіңізге ғана байланысты емес, істеген іс-әрекеттеріңізге де байланысты. Сондықтан да жұлдыз жорамалға сену-сенбеу өз еркіңізде.